Сәлеметсіздер ме, балалар? 3-ші сынып әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Нұрсұлтан Әлімқұлов «Жаңбыр жауды», Адырбек Сопыбеков «Нөсер». Оқу мақсаты өз ойың мен сезіміңді көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Балалар, ендеше жұмбақ шешіп көрейік. Қара таудай буралар, қара бұйра шудалар, бура жерге шөгеді, бұлау терін төгеді. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұлт пен жаңбыр. Балалар, жаңбыр қалай пайда болатынын білесіңдер ме? Ендеше мынандай ақпаратты тыңдап көрелік. Бұлтты құрайтын ұсақ су тамшылары бір-бірінен бірігіп іріленеді, салмағы ауырлайды. Сөйтіп олар ауада өз салмағын көтере алмай, жерге жаңбыр күйінде жауады екен. Міне содан жаңбыр пайда болады. Балалар, жаңбырдың бірнеше түрлері болады екен. Ақ жаңбыр, боз жаңбыр, бұршақ жаңбыр, қарлы жаңбыр, қара жаңбыр, нөсер, көк нөсер, өткінші жаңбыр, соқыр жауын. Ойнақтап, түйіліп кеп қабағы, қаптап алды аспанды, сатырлатып даланы, әппақ нөсер басталды. Үй үстінен аунады, тамшы жерге секірді, менің апам ауланы жуып жүрген секілді. Су дегенің шүмектеп, сорғалайды тамшылап, шыбық атты біз ерттеп, шауып кеттік қамшылап. Шаңын жуды лезде, діріл қаққан жапырақ, қойдым жерде бір кезде, көлшік тұрды жалтырап. Осы өлеңдерді мәнерлеп оқыңыздар. Толықтыр тапсырмасын орындайық. Көп нүктенің орнына тиісті сөздер қоямыз. Жаңбыр жауды қайтіп, дұрыс айтасыздар, себелеп. Жасырынды не? Көбелек. Не кетті күркіреп? Аспан кетті күркіреп. Бұл не деген керемет. Дұрыс, балалар, тапсырманы жақсы орындадыңыздар. Балалар, жаңбырға қатысты қандай сөздер айтуға болады? 5 сөз ойлап айтайықшы кәнеки. Иә, дұрыс айтасыздар. Аспан, бұлт, жаңбыр, дала, тамшы. Енді кішкене сергіп алайық, балалар. Қимылмен күн шықты, қолымызды жоғары көтерейік, екі қолымызды. Күн батты, аспанды бұлт торлады, жел соқты.
Жаңбыр жауды. Бір кезде тыныштала қалды. Дәптермен жұмыс. Екі өлеңді салыстырып оқыңыздар. Берілген кестедегі тапсырмаларды өлең жолдарынан тауып оқиық. Өлең жолдарын қара сөзге айналдырып, кестені толтырамыз. Кесте бойынша жұмыс жаңбырдың алдында. Яғни, шығыстан ақ тайлақтай ойнақтап, бұлттар шыға келді. Аспанды қабағы түйілген бұлттар қаптап алды. Жаңбыр даланы сатырлатып, әппақ нөсер басталды. Жаңбыр тамшылары үй үстінен аунап, жерге секіріп жатыр. Лезде даланың шаңы басылды. Ойдым жерлерде жалтырап көлшік тұрды. Балалар